тырнақұрақтың ерекшелігі, айта кетейін, бұл төменгі жақтан басталады. Ең төменгі жағынан басталады. Жасыл лентамыздан бастаймыз. Тек жасыл түсті ғана қолданамыз. Бұл құрақтың ерекшелігі сол осы. Бұрыштың төменгі жағынан басталады. Қақ ортасынан емес, басқа құрақтар сияқты емес. Осы үшбұрышымызды біз 3D құрағына осыдан 6 қатар тігетін боламыз. Құрағымызды 6 қатар керек болады бізге. Бірінші үшбұрышымыз дайын. Бұл артық жерлеріне мән бермейміз. Қиып тастасаңыздар да болады. Үшінші қатарымызға да кеп қалдық. Достар, каналымызға тіркеле отырыңыздар. Біздің статистика бойынша бізде тіркелгендер саны қаралымдағыларға қарағанда тіркелгендердің саны аз.
Төртінші қатарымыздың бұрышын саламыз. Тушылана ұстаймыз. Дайын болған бір тырнақ құрағымыз. Дайын болған бір тырнақ құрағымыз.